Сәлеметсіздер ме, қош көрдік. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жазықтықтардың параллельдігі, түзу мен жазықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. Бұл ұғымдар құрылыс, инженерия және кеңістікті ойлауда маңызды. Енді осының жазықтықтарының параллельдігі туралы айтсақ. Екі жазықтық бір-бірімен қиылыспаса дейді. Мына альфа жазықтығы және бета жазықтығы берілген. Олар қиылыспаса параллель жазықтықтар деп аталады екен. Енді біз ара қатынасын қарайық. Ешқандай сызық, ештеңе жоқ. Демек, бұл жер бізде параллель болады. Оның белгіленуі альфа параллель бетаға. Яғни мына жерден біз қарап тұрсақ, N1 біздің түзу берілген. Осы түзу бізге альфа жазықтығына параллель. N1 параллель альфа жазықтығына. Дәл солай N2 түзуін көріп тұрмыз. N2 түзуі параллель бетаға. Енді осы біз жазықтықтардың параллельдігінің қасиеттеріне тоқталып өтсек, егер екі параллель жазықтықта үшінші жазықтық қиып өтсе, қиылысу түзулері параллель болады екен. Бір жазықтықта параллель түзу сол жазықтығы кез келген түзуге параллель дейді. Мысалға қарап тұрсақ, М жазықтығы және N жазықтығы берілген. Осылардың ішінен А және В біздің түзуіміз жүріп өткен, және Д, С түзуі жүріп өткен. Енді бізде А, В параллель С-ға. Себебі олардың арақатынасында ешқандай нәрсе жоқ. Бұл екі түзу бірін-біріне параллель. Ал М мен N-ға перпендикуляр болады. Яғни М перпендикуляр В-ға, М перпендикуляр Д-С-ға. Дәл солай N перпендикуляр В-ға, М перпендикуляр Д-С-ға. Енді түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығын қарастырайық. Егер түзу жазықта барлық түзуге перпендикуляр болса, онда ол жазықтық перпендикуляр болады екен. Мінекей, мына жерде біз жазықтық алайық. Осы альфа жазықтығына Е және F деген түзу салдық. Неге түзу? F және Е түзуі. Осы перпендикуляр альфаға. Яғни А түзуіне перпендикуляр белгіленуі. Қарап тұрсақ, А перпендикуляр альфа жазықтығына. Енді бізге мынандай сурет берілген. Біздің альфа жазықтығымызды көріп тұрмыз ғой. Осы альфа жазықтығында А түзуі жүріп өткен. А перпендикуляр альфаға. Дәл солай барлығы мына жердегі тұрғандардың барлығы бізде альфаға перпендикуляр болады. Біздің мына жерде жазылып тұр ғой, егер түзу жазықтықта барлық түзулерге перпендикуляр болса деп тұр. Демек, А, неге қараймыз мына жерге? А перпендикуляр А-сыға. Мына жеріміз перпендикуляр екен альфа жазықтығына. Дәл солай альфа жазықтығы А, F-ке перпендикуляр екен. Неге мына жерге перпендикуляр екен. Дәл солай альфа перпендикуляр F-ске. Альфа перпендикуляр N-ға. Неге мына жерге перпендикуляр екен біздің жазықтығымыз. Дәл солай альфа перпендикуляр D-ға. Альфа перпендикуляр N, яғни H-ға перпендикуляр екен. Енді түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығының белгісін көрейік. Бізде альфа жазықтығы берілген. Альфа жазықтығына В, С түзулері жүргізілген. Осы қиылысқан жеріне А түзуін жүргізейік. Неге А түзуі жүргізілді? А түзуіне альфа перпендикуляр А-ға. Жаңа айтып өттік қой, барлығы перпендикуляр болады деп. Альфа перпендикуляр В-ға. Альфа перпендикуляр С-ға. Дәл солай А перпендикуляр В-ға. С перпендикуляр А-ға. Енді қарайық. Егер А перпендикуляр С болса, және А перпендикуляр В болса, неге жаздық? Онда ол А перпендикуляр альфаға болады екен. Мысалға айта кетсек, үстелге қойған тік қалам, жерге қадаған бағана болады. Ал бізде параллельдікте мысалға елестетсек, еден мен төбе, кітап беттері, қабаттар болады. Енді осыған байланысты үш перпендикуляр теоремасын қарастырайық. Үш перпендикуляр теоремасы жазықтықта көлбеудің табаны арқылы оның проекциясына перпендикуляр тұрғызылған түзу. Сол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Жүргізейік түзу. Және мына жерді қосайық.
Мына бізде тік төртбұрышты үшбұрыш шықты. Енді бұны негізі қарапайым тілмен түсіндірсек, проекцияға перпендикуляр болса, көлбеуге де перпендикуляр болады. Биіктіктер табуда, қашықтықтық есептерінде кеңістіктің бұрыштарын анықтауда қолданылады. Енді перпендикуляр теоремасында қарап тұрғанымыздай төртбұрышты үшбұрыш берілген. Мына жер әрине 90 градусты құрайды. АБС кесіндісі А нүктесінен альфа жазықтығына жүргізілген перпендикуляр деп, ал Б нүктесінің перпендикуляр табаны деп аталады. Мінекей, А, В бізде түзуін көріп тұрмыз ғой. Осы біздің мынау альфа жазықтығына перпендикуляр. А, Б перпендикуляр альфа жазықтығына. В нүктесі перпендикуляр табаны. Мінекей перпендикуляр. Ал бізде асы кесіндісі А нүктесінен альфа жазықтығына жүргізілген көлбеу деп аталады. Мінекей мына жеріміз біздің көлбеу деп аталады екен. Ал С нүктесі көлбеудің табаны. Енді перпендикуляр теорема қарастырайық. Жазықтықтың көлбеуінің табаны арқылы өтетін түзу, оның проекциясына перпендикуляр болса, бұл түзу көлбеуге де перпендикуляр болады. Енді қарайық, дәлелдейміз. А, яғни альфа жазықтығы АБ перпендикуляр болғандықтан АБ түзуі альфа жазықтығында жатқан кез келген түзуге перпендикуляр болады. Біздің мына жеріміз, мына альфа жазықтығын көріп тұрмыз ғой? Перпендикуляр АБ кез келген түзуге перпендикуляр болады деп тұр. Демек, В, С перпендикуляр Аға деп тұр. Неге? В, С-ны көріп тұрмыз ғой? Мына аралықта перпендикуляр болады екен альфаға. Енді, демек, бізде мына үшбұрышымыз барлығы перпендикуляр болады альфа жазықтығына. Асы көлбеуінде де перпендикуляр деген сөз дейді. Демек, біздің мына жеріміздің өзі бізде перпендикуляр болады екен. Яғни альфа перпендикуляр А С-ға. Біздің осы теореманы дәлелдеп шығардық. Енді сонымен жазықтықта жататын түзу көлбеуге перпендикуляр болу үшін, оның көлбеуі де проекциясы да перпендикуляр болуы қажетті және жеткілікті екен. Енді есеп қарастырайық. Бізде куб берілген, осы кубтың АВС1 және ВСД1 жазықтарын қиылысу сызығын көрсетіңдер деген. Ендеше біз бірінші АВС1 түзуінің қиылысуын көрсетейік. Мінекей берілген түзуінің қиылысуы. Осыған параллель жүргізілді. Д1 және Ада бізде сызық пайда болды. Енді ВСД1 біз мына күлгін түсті көрдік қой. Осы жер біздің түзуімізде берілген. Енді дәл солай осыған параллель жүргізілді. А1 мен В-ны көріп тұрсақ, мына аралықта бізде жүргізілді. Енді осының ортасында, яғни қиылысу сызығы бізде Д1 мен В-ның арасында болады екен. Осы аралығымыз біздің қиылысу сызығы. Анимация арқылы қарасақ, жанынан біздің қара сызығымыз осы АВС1 және ВСД1 ортасының қиылысуы болады екен. Енді екінші есеп. Екінші есепте А нүктесінде альфа жазықтығына асы көлбеу мен АБ перпендикуляр жүргізілген дейді. Неге? Асы, қарамыз, мына жер біздің көлбеу, АБ перпендикуляр. Яғни альфа перпендикуляр АВ-ға. Егер асы 29 дейді, АБ 21 сантиметр болса, ВС, яғни кесіндісінің А жазықтығындағы проекциясын табыңдар дейді. Мына жерді тап деп жатыр. Енді берілгенін жазайық. Берілгені асы көлбеу. АБ перпендикуляр. Асы 29 сантиметр. АВ 21 сантиметр. Біз табуымыз қажет. В-ны табуымыз керек екен. Енді біздің қарап тұрсақ есебіміздің шартымызға сай 3 перпендикуляр теоремасы бар еді, қарастырған, соған сай келеді екен. АБ перпендикуляр В-ға болады. Осы жерден біз Пифагор теоремасы шығады. АС квадрат тең АВ квадрат
қосылған vs квадрат. Енді орындарына қойсақ, 29-ның квадраты тең 21-дің квадраты қосылған vs квадрат. Енді біздің 29-ның квадраты 841 тең 21-дің квадраты 441 қосылған vs квадрат. Енді vs квадрат тең 841-ден азайтамыз 441-ді. Енді екеуін бірін-бірінен азайтқан кезде vs квадрат тең 400 болады. Бізде vs, яғни түбір астына 400-ді аламыз. Осы кезде біздің vs-мыз тең болады екен 20-ға. Мына аралығымыз біздің 20-ға тең болады екен. Енді, яғни біз бүгінгі сабақта жазықтықтардың параллельдігін, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығын және үш перпендикуляр теоремасын қарастырдық. Бұл ғылым кеңістіктің фигураларын түсінуге көмектеседі. Келесі есептерде бұл білім өте қажет болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.